Қайырлы күн қыздар. Егер де сіздерде осындай Викалинаның ыдысы болса, қарайып кеткен, осылай нашар газдан бүлінген ыдыстарыңыз болса, күнделікті үйде қолданатын сода мен кір сабын арқылы ағартсақ болады. Барлық дақтары кетеді, өте оңай. Ол үшін бізге сода және кір сабын қажет. Қанша көлемде салсаңыз да өзіңіз білесіз, аз болып қалмаса болды. Мен үйдегі бар кір сабын мен соданы қайнаған суға салып 2-3 минут қайнатып аласыз. Осындай үлкен ыдысқа, табаққа салсаңыз, жақсы ыдыстарыңыз сыяды. Қайнап тұрған осы суға ыдыстарыңызды саласыздар. Сосын 5-10 минуттай қайнатып аласыздар. Ешқандай зияны жоқ. Бұл жерде енді азилитпен ақ тазалауға болар еді, басқа да средстволарды қолдануға болар еді десеңіздер, әрине оған келісемін. Алайда ондай үйде средстволар болмай қалса, немесе азилиттен денсаулығыңызға зиян келеді десеңіздер, осы әдіспен тазартсаңыздар болады. Мен өзім азилитпен қолданған кезде көзіме зиян тигенін байқаған едім. Сондықтан бұдан кейін азилитті қолданбаймын деп шештім. Негізі бұл қоспа сода мен кір сабын осы Викалинаның ыдысын өте жақсы тазалайды екен. Өзім қолданғаннан кейін көзім жетті. Басқа да қазандарға, шайнектердің сыртын қолдансаңыздар болады. Ешқандай зияны жоқ. 5-10 минутқа дейін қайнатасыздар. Осылай шайнектеріңізді, тағы да басқа да ыдыстарыңызды қоссаңыз, салып алсаңыздар болады. Қалған суына ыдыс жуатын мойкаларыңызды да жуып алсаңыздар, ешқандай зияны жоқ. Менің парақшама тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттар болады.